Тема урока «Домашние животные на казахском языке». Для начала познакомимся со словами. Повторяем за диктором. Мысық, мысық. Ит. Сиыр, Сиыр. сиыр. Жылқы, ат. Ешкі. Қой. Есек. Түйе. Шошқа. Қоян. Тауық. Әтеш. Қаз. Қаз. Үйрек. Ну что, все запомнили? Проверим. Мысық. Ит. Сиыр. Сиыр. Жылқы, ат. Ешкі. Қой. Есек. Түйе. Шошқа. Қоян. Тауық. Әтеш. Қаз. Үйрек. И еще разок. Ит. Қоян. Ешкі. Үйрек. Әтеш. Тауық. Есек. Мысық.
Каз. Сиыр. Шошқа. Қой. Жылқы. Түйе. А на слух? Есек. Есек. Шошқа. Үйрек. 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 Ит. Қой. Ешкі. Ешкі. Жылқы. Мысық. Сиыр. Тауық. Қоян. Әтеш. Қаз. Қаз. Түйе. Ну а теперь берем листочек и ручку. Будет диктант. Мысық. Ит. Сиыр. Қоян. Үйрек. Есек. Ешкі. Әтеш. Түйе. Қаз. Тауық. Жылқы. Қой. Шошқа. Готовы проверить? Поехали! Мысық. Ит. Сиыр. Қоян. Үйрек. Есек. Ешкі. Әтеш. Түйе. Қаз. Тауық. Жылқы. Қой. Шошқа. Спасибо за внимание. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. До скорой встречи. Надеюсь, вам понравился мой видеоурок. С вами была я, Динара. Подписывайтесь на мой канал Аранит Разное. Жмите на колокольчик, ставьте лайки.